Ассалаумағалейкум. Асыл дінімізді тәрбиенің рухани тірегі санайтын көрермен, арнада иман нұры бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе облыстық Нұр Ғасыр мешітінің найып имамы Шадма Мұхаммед Исмаил Мұхаммед Ибрахимұлы. Қош келдіңіз. Қош болдық. Жастарды жат ағымнан қорғау жолдары жөнінде сұхбат өрбітпекпіз. Енді қазіргі таңда өңірде немесе Нұр Ғасыр мешітінде, әсіресе өңірлік мешіттерімізде жат ағымнан қорғау үшін қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Біріншіден, баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Енді қазіргі уақытта өздеріңізге белгілі Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін барлық мешіттер халыққа есігін айқара ашқан, және де мешіттерде қазіргі уақытта медреселерде білікті, білімді имамдар көп. Солардың енді мешіттерде біріншіден ағарту жұмыстары жүргізіледі, міндетті түрде жаңағыдай 7-24 деп айтсақ та болады. Кез келген уақытта кез келген ата-ана немесе жастар келіп өзінің сұрақтары болатын болса, дінге байланысты сұрақтары болатын болса, өздері келіп, мысалы балалар, ата-аналар өздерінің балаларын алып келеді. Осы балам намаз оқыған еді, намаз оқыған кезде қалай намаз оқып жатыр осы баламды, бір көріп беріңізші, бір сөйлесіп беріңізші деп те келеді. Енді ата-аналар өздері алып келеді. Өздері де алып келеді. Енді одан басқа мысалы өзіміздің сабақтар жүреді, міндетті түрде жаңағы ұстаздардың мешіттерде өздерінің сабақтары жүреді. Сол сабақтар барысында көбінесе сол жаңағы сабақ алып жатқан жастарға осы нәрселерді сабақ арасында түсіндіреміз. Осы жат ағымның зардабын, оның сақтану жолдарын, біріншіден одан сақтану үшін өзіміз де білімді болуымыз қажет екендігін оны жақсылап түсіндіреміз. Ал енді аудан жаңағыдай облыс аймағында барлық мешіттерде де осындай жұмыстар атқарылады негізінде. Тағы одан басқа семинарлар, жаңағыдай ашық сабақтар, мысалы әр мекеменің өзінің сұрауы бойынша мешіттегі имамдар немесе ұстаздар барып, жаңағы жат ағымның зардабын, одан қорғану жолдарын кеңінен түсіндіреді. Осылайша әкімшілікпен бірігіп, басқа да дін саясаты, дін істер басқармасы, осындай басқармалармен бірге отырып, жаңағы имамдарымыз жаңағы жастарды не қылады, осы жат ағымның зардабын түсіндіреді жастарға. Одан басқа айта берсек көп, оның қайсыбірін айта береміз. Мысалы, мына өзіміздің жұмыстарды айтайық, облыс бойынша немесе қала бойынша жұмыстарды айтайық. Мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Дінге бет бұрған жастарымыз Құранды толықтай білуі міндет пе? Толықтай білуі міндет пе? Ол енді Құран деген нәрсе, өздеріңіз білесіздер, 600 беттен аса үлкен кітап, ауқымды үлкен бір кітап. Екіншіден біздің ана тілімізде емес, ол басқа тілде арабша. Енді жалпы намаз оқу үшін белгілі бір сүрелерді жаттағаны жеткілікті болып есептеледі. Ал енді жаттаймын деген адамдар болатын болса, оны жаңағы бізде хафыз деп айтады. Құранды толығымен жаттаған адамдарды оларды хафыз деп айтады. Ал жалпы намаз оқитын жамағат өзіне намазға жеткілікті сүрелерді жаттаса, мысалы бір 5-6 сүре немесе 10 сүре жаттаса, сол жеткілікті болып есептеледі. Осыларды тура оқыса, және де Құранды бетінен, жүзінен жүргізе алатындай, жаңағыдай оқи алатын дәрежеге жетсе, соның өзі негізі жеткілікті. Намаз сүрелерін білетін жастар енді жат ағымнан қорғана алмайды ғой? Ол тек қана намаз сүрелерін білу жат ағымнан қорғауға жеткіліксіз болып есептеледі. Ол үшін жаңағы ол адамның, ол баланың, ол жастың біріншіден сенімін дұрыстап қалау керек. Мысалы, сіздер не үйретесіздер, соны айтыңызшы? Мысалы, біз Ханафи мазхабы бойынша, Ханафи мазхабында намаз оқу үлгісін, және де Матуриди ақидасы бойынша Аллах тағаланың сипаттарын, және де Аллах тағаланың сипаттарын түсінген кезде басқа неге келіп кетіп қалмайтындай, жаңағыдай Аллаға серік қоспайтындай дәрежеге кетіп қалмайтындай қылып, соның
содан сақтануды үйретеміз. Қандай жолдарды жат ағымның жетегіне жатқызасыздар? Қандай жолдарды? Бағыттар болады? Қандай бағыттар? Мысалы, қазіргі уақытта сәләфилік деп айтамыз. Оның өзі тармақ-тармаққа бөлініп кетеді. Сәләфиліктің қазіргі біздің күніміздегі сәләфилік тармақтарға бөлініп кетеді. Мысалы, матхалиттер дейді, дерадикал матхалит емес, байсалды матхалит, немесе жаңағыдай белсенді матхалит, осылай бөлініп кетеді бұлар. Одан басқа да жат ағымдар болады. Ал енді кейбір ағымдар бар, олар исламға ешқандай қатысы жоқ ағымдар. Олар да көбінесе ойлайды, осы исламнан деп ойлайды. Олар исламға қатысы жоқ ағымдар да болады. Мысалы, оның тәңіршілдер мысал деп алып қарайтын болсақ, бұл исламға ешқандай байланыс жоқ. Бұл айтқан кезде өзіміздің үлкен ағартушы ғалымдарымыз, ағаларымыз айтты оны. Телевидениедан болсын, әлеуметтік желілерден болсын, оның дұрыс емес екендігін толықтай айтып түсіндірді халыққа, бұл айтқан кезде. Сондай ағымдар болады. Жат ағымнан бөлек жат қылықтарға нені жатқыза аламыз? Мысалы, Аллаға шүкір дегенде кейде әлхамдулиллах деп арабша тілмен айтып жатады. Сол көптеген сондай бір намазға алғаш келген бет бұрған жасөспірімдер әсіресе осыны бір өзіне бір мода ретінде қалыптастырып алғанда, бір өзін белгілі бір адамдар қараған уақытта, сырт көз қараған уақытта мені бір намаз оқитын адам секілді сезінсінші деген секілді мінез қалыптасқан. Енді кейбір жаңағыдай өзіміздің білетін қазақша, бізде қазақ ешқашан діннен алыс болмаған ғой. Қазақ ешқашан діннен алыс болмаған. Астапыралла, әлхамдулилля. Оны бұл айтқан кезде ол қазақта айтады, жаңағы намаз оқитынын да айтады, оқымайтынын да айтады. Жалпы Аллаға сенген барлық қазақ баласы бұны айтады. Ал енді кейбір сөздер бар, олар енді жат ағымның былай айтқан кезде фишкасы деп айтамыз ба, не деп айтамыз оны, жаңағыдай өздерінің белгілері, жат ағымның өздерінің бір белгілері бар. Осылай кейбір сөздерді өздеріне бір не мода, жаңа айтқандай мода секілді қылып алады. Сән ретінде қылып алады. Ол исламда ондай нәрсе жоқ. Жалпы қазақша айтсаң қабыл болады, арабша айтсаң қабыл болмайды деген әңгіме жоқ бұл айтқан кезде. Арабша айтсаң да, қазақша айтсаң да, мысалы, альхамдулилля деп айттым. Қазақша айтсаң да, арабша айтсаң да, екеуінің сауабы бір болып есептеледі. Енді бұл салада өзіңіз қаншама жылдан бері қызмет етіп келе жатсыз ғой. Сіздің өміріңізде дәл осындай оқиға болды ма? Бір жасты, жасөспірімді болсын, жат ағымның дінінен қорғап қалған. Ол мен өзімнің өмірлік тәжірибемде, мысалы, бұдан алдын Павлодар медресесі болған. Бізде Павлодар облысында жаңадан келген бір екінші курстың баласы болған еді. Екінші курс оқыған, менен алдын не қылған, жаңағыдай жолын таңдай алмай жүрген екен. Жолын әлі таңдай алмай жүрген екен. Бірақ ынта бар. Ынта бар. Бала зерек, өте зерек. Өте кез келген айтқан нәрсеңді тез оқады, және де білімге құштар. Сол жігіт ұстаз маған мына нәрселерді түсіндіріп беріңізші деп келді. Мен как раз мен жаңағы медресеге барғаным көп болмаған еді, медресеге барғаным сол кезде келді. Ұстаз маған мына нәрселерді анық қанығын маған түсіндіріп беріңізші деді. Сөйтіп ол жігітке көп уақытымды арнадым. Жаңағыдай құлшылық мәселесінде, ақида мәселесінде көптеген сұрақтар туындады. Және де арабшаны енді үйреніп келе жатқан бала болды. Сол арабшасын көбінесе арабшасына және де сеніміне байланысты көптеген түсіндірулер жүргіздім. Жеке жүргіздім. Аллаға шүкір, қазірде ол жігіт медресені жақсы немен бітірді, дипломмен. Одан кейін жаңа Алматыдағы Нұр-Мүбарак университетін бітірді. Қазір бір облыста мен секілді наиб имам болып тұр. Ақидасы жаңағыдай толық қалыптасқан, жаңағы өзіміздің ханафи мазхабында қалыптасты. Енді ұстанушы жаңа толқын келе жатыр ғой. Қауіпті ме? Әлде қуанышпен мақтанып айта алатындай, қуанарлық дүниеге жеткізетіндей жас ұрпақ өсіп келе жатыр ма? Жас ұрпақ қандай ұрпақ өсіп келе жатқандығын біз өзіміз жақсы білеміз ғой, негізі. Жаңағы өзіміз отбасымыздан білеміз. Анау ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Отан отбасынан басталады дейді. Енді жалпы
біз өзіміз осы жастарды адастырып алмау үшін, осы жастардан айырылып қалмау үшін біз өзіміз білімді болуымыз қажет. Мені мен сен, былай айтқан кезде. Ол жастардың әке шешесі немесе аға інісі кім? Біз оларға тура жолды көрсету үшін де біз де тура жолдың не екендігін білуіміз қажет. Енді ол жастар, Аллаға шүкір, бұдан 15-20 жыл бұрынғы уақытпен салыстыратын болсақ, қазіргі уақытта Аллаға шүкір бұлай көзбен көрсететіндей бізде жастар бар. Өсіп келе жатқан, ата-анасын құрметтейтін, жалпы қазақ дәстүріне не қылатын, қазақ салт дәстүрін құрметтейтін, ата-ана қадірін білетін, мемлекеттің қадірін білетін жастар өсіп келе жатыр. Бір жағынан да мынандай нәрсе бар ғой. Сен егін егетін болсаң, қасында міндетті түрде арамшөп бірге өседі. Міндетті түрде арамшөп бірге өседі. Ол жерге кесірін тигізбей қоймайды. Сол үшін ол жердегі зиянды нәрселерді алып тастау немесе шауып тастау, оларға тосқауыл қою жалпы біздің міндетіміз болып есептеледі. Оларды жаңағы гүлдерді, жаңағы жаман шөптерден, арам шөптерден айырып, оларға дұрыс өмір сүруді үйрету біздің міндетіміз болып есептеледі. Жалпы үлкендердің міндеті болып есептеледі. Қазір қанша топ болып жұмыс істеп жатырсыздар? Мешіттерде ма? Жалпы жастарды осы жат ағымның жетегінен қорғау жолында. Бізде жаңағы жастар секторы бар мешіттерде. Кез келген облыста жастар секторы бар. Ол жастар секторы, оның негізгі міндеті жастарды бір арада жинау, оларға әртүрлі шаралар ұйымдастыру. Сол шаралар арқылы оларға діни танымын қалыптастыру. Осылайша олар жұмыстарын жақсы атқарып келе жатыр. Көбінесе спорттық шаралар болады, басқа да шаралар болады. Осы жастар секторы осыларды ұйымдастырып, бір дастархан басына жинайды көбінесе. Дастархан басына жинаған кезде, енді сол жерде көбінесе сол нәрселерді түсіндіріп, өздеріне жаңағы байланысты нығайту жолдарын қарастырады. Ол жастармен жақсы қарым-қатынасты көбінесе соны не қылады. Қазір тізімде қанша жас бар? Қазіргі тізімде қанша жас бар, оны санмен айту қиын. Әртүрлі өзгеріп тұрады. Ол көп, былай айтқан кезде. Аудандарға жиі зерттеу жұмыстарына барып тұрасыздар ма? Мен аудандарға, мен өзім жалпы осы жат ағыммен күрес бөлімінен жауаптымын. Ақтөбе облысы бойынша аудандарға міндетті түрде барып тұрамыз. Жаңағыдай жастармен де, басқа ересектермен де жұмыс істейміз. Қараймыз, көбінесе барамыз, сөйлесеміз. Көбінесе жаңағы жат ағымның жетегінде кеткен адамдардың көбісі білімсіз. Білімсіздіктен сондай жат ағымның жетегінде кеткен. Оған түсіндіретін адам болмағандықтан. Бұрын біз 20-30 жыл бұрын, 15-20 жыл бұрын мешіттерімізде жаңағыдай сұрақтарға жауап бере алатындай сапалы имамдар аз болды. Ал қазіргі таңда Аллаға шүкір мешіттерімізде сапалы имамдар, білімді имамдар бар. Ал енді сол жаңағы адасып кеткен жастардың көбісі сол кезде сұрақтарына дұрыс жауап ала алмағандықтан, ол сұрақтарға басқа жерден жауап іздеген, және де оның іздеген жауаптары қате болғандықтан осындай жат ағымның жетегінде кеткен. Дұрысталғандар бар ма? Дұрысталғандар көп. Оны ай сайын десек те болады. Ай сайында дұрысталып келетін өздері, мысалы, өздері келіп, ұстаз, біз осындай қателескен екенбіз. Біз бұл жолдың қате екендігін түсіндік деп, өзіміздің арамызға қосылып жатқандар да жеткілікті. Сіздер оларды әлбетте қабылдайсыздар. Иә, әрине, оларға көбірек уақыт өткіземіз. Жоқ, керісінше біз олардың қайтқан жаңағыдай жастарды көп уақытымыздың көбісін соларға өткіземіз. Ол өйткені біздің ортаға қалыптасу үшін, біздің ортаға үйрену үшін оларға одан да көбінесе сұрақтар туындайды. Солардың қасында болған кезде сол сұрақтарға жауап беретін болсақ, ол адамдар ары қарай жаңағыдай сенімен байланысын нығайтып, оның көзқарасы нақты қалыптасады. Мұндай азаматтарға ертеңгі күні жастарды жат ағымнан қорғауға сабақтар үйретуге мүмкіндік бересіздер ме? Әрине. Мысалы, кейбір семинарларда жаңағыдай жат ағымнан қайтқан, райынан қайтқан жастарымыз бар. Соларды кейбір семинарларға апарып, өзінің қате жолда жүргендігін,
жаңағы жастарға түсіндіру үшін сондай алып барамыз. Және де мысалы өздеріңіз білесіздер, мына жусан операциясы болды. Жусан операциясымен оралған жастарды жаңағы оларды жаңағы көбінесе әйел жамағатында қолданады қазірде. Әйел жамағатына жаңағыдай неған кезде семинарлар, конференциялар ұйымдастырған кезде соларды алып барып өзінің қате екендігін, қате жасағандығын сол жерде халыққа жаңағыдай жастарға түсіндіреді. Оның әсері әрине көбірек болады. Демек, бұл жастардың арасында әйел азаматтар да бар. Иә. Қыз балаларымыз да бар, олардың болуы былай айтқан кезде міндетті нәрсе ғой. Мысалы, егер жас жігіт жаңағыдай жат ағымның жетегінде кеткен болатын болса, ол жанұясында міндетті түрде ол жат ағымға сүйрелейді. Жат ағымның жаңағы нелеріне сүйрелейді. Солайша әйел адамдарды сол ер кісілердің несімен, ықпалымен көбінесе адасып кетеді. Жат ағымның жетегінде кеткендердің құрбаны болып жатқан әйел азаматтарымыз да көптеп кездеседі ғой. Иә, көптеп кездеседі. Оларға қалай көмектесесіздер? Ол жағы бізде әйел ұстаздар болады. Әйел ұстаздар көбінесе мешітімізде, медреселерімізде әйел ұстаздар болады. Олар өздері айналысады сол мәселемен. Оларға жаңағыдай көбірек сұхбаттасып олармен, көбірек дерттесу дейді ғой. Оның дертін тыңдап, оның проблемаларын ортаға салып, оның шешу жолдарын ұсынып бір-біріне. Осылайша олардың көңілін табуға және де біздің ортаға, жалпы дәстүрлі ортаға қалыптасуына көмектеседі. Дінді қандай дәстүрмен байланыстырасыздар сіздер біздің? Дінді қандай дәстүрмен? Қалай сонда? Қазақ халқымызда дәстүр көп қой, оның кейбірі дінге жатта болуы мүмкін, немесе етене қайнасып, біте қайнасып кеткен. Жалпы біздің қазақтың кез келген дәстүрін алып қарасақ, оның түбі діннен шығады. Діннен шығады. Ол жаңағы мысалы біз жарапазан деп айтамыз. Жаңағы ораза айында айтылатын жарапазан деген нәрсе бар. Оның атының өзі, қараңыз, мұсылманша жарапазан деп айтамыз, бірақ Рамадан деген сөз. Рамазан келді деген сөз, ораза келді деген сөз. Ол қазақтар не істеген? Оны жарапазан деген. Осылайша біздің немізге, дәстүрімізге сіңісіп кеткен. Ол сияқты көп деген, мысалы, айта беретін болсақ, ол көп. Біздің қазақ дәстүрін діннен бөлек алып көрсету мүмкін емес. Мүмкін емес. Барлық жаңағыдай өзіміз Мұхтар Әуезовтің жаңағы Абай жолы романын оқысақ та, ол жерде де дін мен дәстүрді бірге не қылып көрсеткен. Мектептерге барып оқушыларға арнайы сабақтар бересіздер ме? Арнайы сабақтар бермейміз, бірақ жаңағыдай өздерінің шақыртулары болатын болса, өздерінің ұсыныстары немесе талаптары болатын болса, біз барамыз. Ата-аналар тарапынан қандай пікірлер айтылады? Ата-аналар тарапынан көбінесе енді жаңа дінге бет бұрып намаз оқитын ата-аналар тарапынан өздері келіп айтады. Біз осы балдарымызды сіздерге жаңағы жіберейік мешітке, қалай болады деген мәселелерді айтады. Біз оларға өздеріңіздің рұқсатыңызбен бұл мәселелерді жас балаларға намазын, оразасын үйретуге дайынбыз деп айтамыз. Мектеп кезімізде енді бәріміздің басымыздан өтті ғой, бірақ қызығушылықпен осы намазға, дінге бет бұрғың келетін уақыттар болады. Сол уақытта кейбір отбасылардың ата-аналары қарсы болып жатады. Бірақ балалары сол ата-анасына білдіртпей өзінің намазын оқып жүреді, немесе діни сауатын ашып жүреді. Бұндай жағдайда сіздер оларға қандай көмек бере аласыздар, немесе кеңес бересіздер? Ол қорыққан ата-аналар жаңағыдай келеді бізге. Баласын, жаңа айттым ғой, жоғарыда айтып өттім, баласын ертіп келеді. Оларды біз не қыламыз? Ол балалармен сөйлесеміз, не кітаптар оқып жатыр, қандай намаз оқып жатыр, қалай намаз оқып жатыр, дінді қандай сайттардан тыңдап жатыр. Олардың барлығын тексеріп көреміз, және де осы нәрселерді ата-анасына да үйретеміз. Содан кейін бір қарасақ, ата-анасы да өздері жайлап жаңағы баласының дұрыс жолда екендігін байқағаннан кейін оны мешіттерге жіберуге ешқандай қорықпайды. Сенімділік пайда болады дейсіз ғой. Рахмет көп. Мұхаммед Исмаил, Мұхаммед Ибрахимұлы, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сұхбат бергеніңізге көп рахмет.
Қымбат көрермен, тәубеге келем деушіге әрқашан уақыт кеш емес, сондықтан бойымызды рухани кеселден аулақ ұстап, жан дүниемізді иман нұрымен нұрландыруға асығайық. Амандықта кездескенше.